Кешімізді одан әрі өзінің тамаша тәтті және ащы әзілдермен жалғастыратын Қанат Әлжапаров. Қарсы алыңыздар. Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой, тамаша Түркістандай жерде туған түріктің тәңір берген несібі ғой, деп ақиық ақын Мағжан Жұмабаев айтқандай, 8 наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Қадірлағандар, енді бүгін қыз-келіншектердің мерекесінде бір арнайы осындай бір сахнаға өзімнің отбасымнан ықылас гүлін алып шықтым. Сіздердің құрметтеріңізді алдым, қыз-келіншектер. Осы гүлге ұқсайсыздар ғой сіздер деп. Білесіздер ма сіздер соған? Сіздер өте қатты ұқсайсыздар гүлге. Гүл сіздерге ұқсайды. Таң қалам мен. Негізі таң қалмайтын нәрсеге таң қалам мен. Атып келатқан таңға таң қалам өткені. Бір таң ат дейтін досым бар, оған да таң қалам мен. Аузым ашылады да жүреді өмірім менің. Мысалы, мынау гүл сондай нәзік. Сіздер де нәзіксіздер. Мына гүлге су құймаса, солып қалады. Сіздерге ақша құймаса, сіздер солып қаласыздар. Қарап тұрсаң, әлемде қыздардың есімі гүлмен аттас келіп жатады. Білесіздер ма? Гүл, мысалы, Райхан деген гүл бар. Райхан деген қыздың аты бар. Қызғалдақ, Раушан, Тульпан, көп. Бірде бір еркектің атымен аталатын гүл жоқ. Асылбек деген гүл бар ма, айтыңыздаршы? Боранбай деген гүл бар ма? Беккөлев, Әкімжан деген гүл бар ма мысалға? Жоқ қой, ондай гүл жоқ. Мен осы өткенде, ой, тұрған тұрсын қасай. Осы мереке қарсаңда бір азаматпын ғой, жігітпін ғой деп, бір келіншегіме гүл сыйлайыншы дедім. Сөйтіп үйден шығып кеттім. Мен қазір келем дедім. Қайқа деді, айтпаймын, ол жұмбақ. Ойланыңыз деп шығып кеттім. Астананың көшесінде жүрдім. Гүл іздеп. Бір кезде милиция қызметкері ұстап алды мені. Мә, түсінбей қалдым, алдымнан шықты да. Саламатсыз ба, азамат? Не дейді? Капитан Дәурен Нұрманов Сейтханұлы дейді маған. О, дәке, ассалаумағалейкум, Сейтхан аға қалай, жағдай жақсы ма? Түсінбей қалды. Мен қаяқтан танисың? Жаңа өзіңіз айтып тұрған жоқсыз ба енді? Аға дедім, мынау мерекенің қарсаңында менен неге ұстап тұрсың? Жіберіңіз. Мен ешқандай қылмыс істеген жоқпын. Сен білесің ба? Біздің сұлуда, көрікті Астанамыздың келбетін құртып жүрсің дейді. Неге? Сен түрің ұнамайды маған. Айыппұл салам дейді. Салыңыз. Бұл түр маған да ұнамайды. Қанша айыппұл? 5.000 теңге. Сіз 10.000 теңге салыңыз. Жазалаңыз мына түрді. Аямаңыз. Удари деп ана өзім сұрам. 5.000 теңге айыппұлын төледім. Ал енді гүл іздейін Астананың көшелерінен. Ана жерге барам, гүл жоқ. Ана көшеге барам, гүл жоқ. Болмағасын гүл сататын дүкеннен сатып алдым. Не істейсің енді басқа? Сөйтіп бір гүл алып алдым. Үйге бардым. Артыма тығып, бүйтіп бардым да. Келіншегіме, мерекеңмен, білесің ба? Сенің мерекеңе мен не әкелдім? Жұмбақ. Ойланып қалып, продукты. Сен ойланса шамал, мен артымда не тұр осы кезде, сен шамал ойлан. Шуба дейді. Құма. Көрінеді ғой ол деген артында. Енді менің ойымша, білмеймін, сен маған бүгін не әкелдің енді айтшы дейді. Тауып ал, бас арпы гыдан келеді. Глобус. Жоқ, глобус. Гамаш. Сен ойлансай шамалы, гыдан келеді. Өзі 3 әріптен тұрады. Сырға ма дейді. С деген гыдан басталмайды ғой. Қадан басталады ол деген. Енді соңғы әрпін айтайын дедім. Мен соңғы әрпін айтайын. Л дедім. Л? Бүкіл алфавитті түгендеп шықты жерде тұрып. Гал. Гальма? Жоқ. Гывыл. Гыгыл. Гыгыл, гыдыл, гыжыл, гыдыл, быдыл. Тоқтат дедім енді.
гмак кизнак эл демей тұрғанда тоқтат дедім үшін. Енді мен саған ортасындағы әріптің бас әрпін айтам дедім манарда. Дебім, гүл дейді, шарып қалдым дейді, ма деп, мерекеңмен деп. Бұны кім жейді дейді. Ол укроп деп ойлап тұр оны. Кім жеген ес, бұл мерекеге осындай береді екен, мен де бүгін естідім деп берді мына жерден де. Алып, бір көңіл бөлейінші дедім. Жүр, екеуміз көшеге шығып, ресторанға барып, бір тамақтанайық дедім. Екеуміз алып шықтық, көшеге шықтым. Үстіне әппақ көйлек киіп алған бүйтіп. Мына жерінде қып-қызыл гүл бар. Мен нарада джинси. Үстінде джинси, жаңағыдай костюм. Ішінде джинси көйлек, оның үстінде джинси майка. Қолында сотка, шихол джинси, андарды кілең джинси болып тұр. Екеуміз бірімізге Жәмила қалай жақсы Жанита деп екеумізге атып көшеде. Деп көшеге келіп, ресторанға кірдік. Ресторанға кіріп, адам деген ығы-жығы жаңа жерде. Көп адам. Патына салып, очередке тұрдық сол жерде. Екеуміз отырып тамақ ішіп алып, түнгі Астананы көрдік. Астана түнде кәдімгідей қараңғы болады екен. Сөйтіп, екеуміз қыдырып, әйелім есіммен кетпейді, екеуміздің қыдырып жүргенім. Енді әйелім енді 8 март қашан келеді екен дейді. Жоқ, уайымдама, енді сен 22 мартта қыдыртам. Көп жерге алам. Негізі, менің ойымша, құрметті жігіттер, келіншектерімізге андасында көңіл болып тұрсақ, ол бір үлкен бір қуанышқа бөленеді екен ол кісілер. Бір көңіл болып тұрайық. Сіздер білесіздер ме, құрметті келіншектер, сіздер бір қазақта бір керемет мақал бар ғой енді. Негіз мақал көп сіздер жайлы. 40 дегеннен келеді сіздерге арналған мақалдың бәрі. Қызды 40 үйден тыю дейді. Адам үй таппай жүрсе 40 үйден тыйды бірден. Әйелдің 40 жаны бар дейді. Керемет мақалдарын таң қаласың енді. Мен жаңағыдай бір не алады ғой енді, бір мақалдарды айтып, әйелдер сіздер білесіздер ма негізі? Әлемді сіздер алақанмен, бір қолмен мысалы алақандарыңызбен тербетсеңіздер, екінші қолыңызбен бесік тербетіп отырасыздар. Ауыздарыңызбен сөйлеп отырасыздар. Өйтіп жігіттердің қолынан келмейді. Сіздер бірден үш жұмыс істей аласыздар. Мерекелеріңізбен бұл гүл тек сіздерге арналады.